Әсет Айбек, жасы 10-да, мектебі 110-шы мектеп гимназиясы, туған жері Алматы қаласы. Қызығушылығы бокс және лезгинка. Жетістіктері 2022 жыл Алматы қаласы Протанцы байқауы Гран-при, 2022 жыл Мен де жұлдыз боламын байқауы Гран-при иегері, Түркияға жолдама. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Мен де жұлдыз боламын YouTube арнасында кезекті сұхбат. Бүгін бізде жас өнерпаз Айбек, Әсет. Айбек, қош келдің, қалың қалай? Сәлеметсіз бе, апай, қалыңыз қалай? Күшті. Қысқы каникулың қалай өтті? Не істедің жалпы? Жақсы, күшті өтті. Немен айналыстың қысқы каникулда? Қысқы каникулда менде лезгинка болды. Мен лезгинканы бір күннен кейін болып тұрады. Бүйтіп аптан бит барасың ба, бір күн салып? Жалпы сен би өнеріне қосымша сабаққа қатысасың, е? Иә. Неше жасынан бастап барасың? 6 жасынан бастап. Жасың нешеде қазір? 10-да. 10-да. 4 жыл болды ма? 4 жыл. Және сен лезгинка биін билейсің, е? Арнайы орталықтардан сабақ аласың ғой, е? Лезгинка биі ұнай ма сонда саған? Иә. Қазақтың қара жорғасын билемейсің ба? Тек лезгинка билеймін. Үйренейін деп жүрмін. Тойларда билеуім мүмкін. Тойларда билеймін. Бірақ лезгинка ұнайды, е? Иә. Лезгинка маған да ұнайды негізі. Енді осы лезгинка биінен сені дайындайды ғой, е? Ұстаздарың кімдер? Ұстаздарым кімдер? Менде апай бірақ ұстаз емес, мендегі 2 ұстазым бар. Менің ұстазым ол Айдын, ол летчик болып жұмыс істейді. Ол жұмыстармен кеткенде мені тренировать ететін тренерім, ол тренер Алишер. 2 ұстаздан сабақ бересің, е? Айдын ағайың ұшқыш екен ғой, е? Иә. Күшті. Қосымша саған лезгинкіден сабақ береді, е? Иә. Керемет. Енді осы лезгинка биін үйренесің, енді ары қарай өзіңді дамыту үшін байқауларға қатысасың ба? Иә. Қандай байқауларға қатысың? Мен әлі 2 байқауға қатыстым. Бірінші байқауым ол Мытан Сори деген. Ол жақта мен өзім жалғыз емес, менің группамен болғам. Ол жақта біз гран-при ұтып алдық. Менің екінші байқауым ол Мен де жұлдыз боламын байқауы. Ол жерде нешінші орын алдың? Ол жақта тоже гран-при. Сен тек қана гран-при алатын байқауларға қатысасың ба? Иә. Енді 2 байқауға қатыстың, екеуінде де гран-при алғаннан кейін сен әлі байқауда жеңіліп көрген жоқсың, е? Негізі байқауда жеңілуге дайынсың ба? Кейде байқауда жеңесің, сосын жеңілесің ғой. Бірінші орын, екінші орын алып қалғанда не істейсің? Екінші орын алып қалғанда көңілім түсірмей, ары қарай жақсы өзімді дамыта беремін. Ары қарай жұмыстанып келесің ғой, молодец. Енді жалпы биден басқа немен айналысасың? Ой, апай, мен қатыспаған жерім жоқ. Боксқа қатыстым, домбыраға қатыстым, таэквондоға қатыстым. Ішінен ең күшті ұнаған маған бокс жермес. Бокс? Қазір де қатысасың ба боксқа? Иә, қазір уже 2 жыл болып келатыр. Бокстан жарыстарға қатыстың ба? Бокстан бір жарысқа қатысқам, ол жақта полуфиналға өте алмай қалдым. Менде жалпы маған 2 нәрсе ұнайды. Биден лезгинка биін билейтін адамдар, спорттан боксқа қатысатын адамдар ұнайды. Мен спорттың бокс түрін қараймын, ше? Екеуі де сенің бойыңда бар екен. Иә. Енді бокстан болашақта әлем чемпионатына Қазақстан атынан қатысатын ойын бар ма? Соған дайындаласың ба? Иә, дайындаламын. Қойып кетесің ба орта жолдан? Иә. Дайындаласың ғой, е? Иә. Біздің қазақтың туын биікке көтересің ба? Биікке көтерем. Қазақтың туы 2 кезеңде жоғары көтеріледі, білесің ғой, е? Біреуі гимн ойнағанда және біреуі спорт ойындарында. Сол жетістікке жетуіңе мен саған тілекшімін. Енді жаңа домбыраға қатыстың дедің. Домбырада неше жыл қатыстың домбыраға? Домбыраға бір 3 күнде қатыстым да, одан кейін ұнамай кетті. Ұнамай кетті ма? Дым үйрене алмадың ба? Қиын болып кетті. Қиын болып кетті ма? Енді сабақта қандай пәндерді жақсы көресің? Сабақтан ең қатты ұнайтын пән ол маған математика сабағы. Математика сабағы. Енді Айбек, сен былай жігіт болып қалдың ғой. Алға қойған негізгі мақсатың қандай? Алға қойған негізгі мақсатым ол мектебімді жақсы бітіріп, үлкен жақсы азамат болып өсу. Болашақта қандай мамандық таңдайсың? Болашақта мен дәрігер болғым келеді. Апа-атам өлмейтін дәрі ойлап тапқым келеді. Апа-атаң өлмейтін дәрі тапқың келеді ме? Молодец. Сен сондай дәрі тапсайшы, біздің де сенің де ата-аналарың ұзақ өмір сүрсін. Обязательно тауып беремін. Тауып бересің ба? Біз сенің
өзіңнің армандаған арманыңа жетуіңе тілекшіміз, және мен оған сенемін. Болашақта Қазақстанның бір кірпіші болып қалануына тілектеспіз. Енді Айбек, өзің сияқты осы балаларға қандай тілек айтасың? Осы қатысып жатқан балаларға сәттілік тілеймін. Сізге апай көп-көп рахмет айтам. Ауырмаңыз, ешқашан көңіліңізді түсірмеңіз. Ой, рахмет. Айбек, соңғы бір сұрақ. Актер болуға дайынсың ба? Актер болуға дайынмын. Онда мен сені осы биыл біз көктемде түсіріп бастайтын сериалға түсуге шақырам. Ол бірінші, екінші сериал. Басты рөлдердің бірін саған дайындайтын боламын. Өйткені сен оны алып шығарыңа сенемін. Сондықтан актер болу үшін не істеу керек? Көбірек кітап оқу керек, көбірек дайындалу керек. Және жаңағы саған қойған тапсырманы орындау керек. Орындайсың ғой? Орындаймын. Рахмет саған. Келгеніңе, бүгін уақыт бөліп, осылай ашық жарқын сұхбат бергеніңе, болашақта үлкен азамат бол. Біз соған тілекшіміз. Сенің жетістігіңді көріп біз қуанайық бұйырса. Үйдегі ата-апаңа, папа-мамаңа сәлем айт. Рахмет. Осымен біздің кезекті сұхбатымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.